Саламатсыңдар ма? Бүгін математика сабағынан 89-шы сабақ бір бағыттағы қалып қою қозғалысы тақырыбын өтеміз. Тақырыптағы барлық 9 есепті талдап шығарамыз. Сабақты соңына дейін қараңыздар. Бірінші тапсырма. Жолдағы екі автокөліктің арасындағы қашықтықты мынадай формула бойынша есептеуге болады. Мәшиненің жылдамдығы 2-ге көбейтіледі. Сонда метрмен алынған дұрыс арақашықтық шығады. Яғни 50 км бөлінген сағат үшін лайықты қашықтық бізде 100 метрге тең екен. Берілген жылдамдықпен жүріп келе жатқан автокөліктерге арналған қашықтықты есепте. Яғни балалар 50 км бөлінген сағат ол бізде жылдамдық, соны мына 2-ге көбейтсек лайықты арақашықтықты табамыз. Ол бізде мінекей 100 метрге тең. Енді келесі 60 км бөлінген сағат жылдамдықпен қозғалатын автомобильдің лайықты арақашықтығын анықтаймыз. Оны табу үшін 60-ты 2-ге көбейтеміз, 120 метр шығады екен. Келесі 40 км бөлінген сағат жылдамдықпен қозғалған автомобильдің лайықты қашықтығы 80 метрге тең. Соңғы 75 км бөлінген сағат автокөліктің лайықты арақашықтығын табу үшін 2-ге көбейтеміз, 150 метр. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. Екінші тапсырма сызбаға қара. Екі нүктеден бір бағытқа қарай екі машина қозғалыс жасайды. Бірінші машинаның жылдамдығы 60 км бөлінген сағат. Мұнда екінші жылдамдықты велосипедшінің жылдамдығы деп алайық, 10 км бөлінген сағатқа тең. Олардың арақашықтығы мінекей 200 метрге тең. Енді тапсырманы қалай орындаймыз? Алдымен шартын жазып аламыз және В жақындау жылдамдығын тауып аламыз. Ол үшін бірінші автомобильдің жылдамдығынан азайтамыз, велосипедшінің жылдамдығын 60-тан 10-ды азайтамыз, 50 км бөлінген сағат. Енді оның уақытын анықтау үшін арақашықтықты жақындау жылдамдығына бөлеміз. 200-ді 50-ге бөлсек 4 сағат. Мұнда сұрап тұр, қандай формуланы қолдандық? Бірінші жақындау жылдамдығын қолданамыз. Мінекей В1 азайтылған В2 ол мынау тұр. Және уақытты есептеу формуласын қолдандық. Т тең S бөлінген В. Есептің жауабы 4 сағаттан кейін қуып жетеді екен. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. Үшінші тапсырма. Бір елді мекеннен бір уақытта және бір бағытта 75 км бөлінген сағат жылдамдықпен жеңіл автокөлік және 50 км бөлінген сағат жылдамдықпен автобус жолға шығады. 3 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қандай болады? Есептің шартын жазып аламыз. Енді есепті шығарайық. Бір бағыттағы қалып қою жылдамдығын табу үшін алдымен жылдамдықтарын азайтамыз. Жеңіл автокөліктің жылдамдығынан азайтамыз автобустың жылдамдығын, сонда 25 км бөлінген сағат шығады екен. Енді арақашықтықты есептеу үшін тапқан жылдамдығымызға уақытты көбейтеміз. 25-ке 3-ті көбейтеміз, 75 км. 3 сағаттан кейін олардың арақашықтығы 75 км болды. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. Енді мұнда бізге кестені толтыру керек. Жеңіл көлік пен автобустың арасы, яғни қанша километр. Біз жылдамдықты таптық, ол бізде 25-ке тең. Енді S-ті табу үшін V-ны Т-ға көбейтеміз. В бізде 25, уақытымыз 1 сағат. 1-ді 25-ке көбейтеміз, 25 км. Келесі 2 сағаттағы арақашықтығын табу үшін 2-ні 25-ке көбейтеміз, 50. Үшінші тапқанымыз 3 сағаттағы, ол бізде мінекей тұр 75 км. Төртінші тапсырма. Бір елді мекеннен бір уақытта және бір бағытта 70 км бөлінген сағат жылдамдықпен жеңіл автокөлік және 90 км бөлінген сағат жылдамдықпен автобус жолға шықты. Неше сағаттан кейін олардың арақашықтығы 60 км болады деп. Мінекей балалар сызбасын сызамыз, осылай есептің шартын жазуды ұмытпаймыз. В қашықтау жылдамдығын табамыз. Ол үшін екеуінің де бағыттары бірдей болған үшін жылдамдықтары
азайтамыз. 90-нан 70-ті азайтамыз. 20 км бөлінген сағат. Уақытты есептейміз. Ол үшін арақашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. 60-ты 20-ға бөлсек 3 сағат. Есептің жауабы 3 сағаттан кейін олардың арақашықтығы 60 км болады екен. 5-ші тапсырма, сызбаға қарап, есеп құрастыр және оны шығар. Алдымен есептің мәтінін құрастырып алайық. Бір ауылдан бір уақытта және бір бағытта екі мотоциклші шықты. Біріншінің жылдамдығы 16 км бөлінген сағат, екіншісінікі 25 км бөлінген сағат. 4 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қанша километр? Енді есептің шартын жазамыз, есепті шығарайық. В қашықтау жылдамдығын табу үшін тағы да жылдамдықтарын азайтамыз. Неге? Себебі бір бағытта болып тұр. 25-тен 16-ны азайтсақ, 9 км бөлінген сағат. Арақашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. 9-ды 4-ке көбейтсек, 36 км. Есептің жауабы 4 сағаттан кейін олардың арақашықтығы 36 км болады. 6-шы тапсырма. Елді мекеннің бірінен бір уақытта, бір бағытта жеңіл машинамен автобус жолға шығады. Автобустың жылдамдығы 70 км бөлінген сағат. Жеңіл машина жылдамырақ жүріп, 3 сағаттан кейін автобустан 60 км-ге осып кетеді. Жеңіл машинаның жылдамдығы қандай? Оны анықтау үшін алдыңғы есептегі формулаларды қолданамыз. Арақашықтықты уақытқа бөлеміз, 60-ты 3-ке бөлеміз, 20 км бөлінген сағат. Енді бізге табу керек жеңіл машинаның жылдамдығын. Ол үшін В тапқан қашықтау жылдамдығына қосамыз автокөліктің жылдамдығын. Сонда 20-ға 70-ті қоссақ 90 км. Есептің жауабы жеңіл машинаның жылдамдығы 90 км бөлінген сағатқа тең екен. 7-ші тапсырма, қарапайым қосу, азайту, амал орындау есептері. 49765-ке қосамыз 24356-ны, сонда 71121 шығады. 378-ден азайтамыз 12385-ті, 24623. Қалғандарының жауаптары осылай болады. Өз жауаптарымен салыстырып көріңдер. 8-ші тапсырма. Қорапта 4 көк және 4 жасыл текше жатыр. Қораптан қарама 2 текше алынса, олардың түсі қандай болуы мүмкін? Алынған текшелердің арасында жоқ дегенде бір жасыл текше болуы үшін неше текше алу керек? Сонымен алдымен бірінші сұраққа жауап берейік. Қораптан қарама 2 текше алынса, олардың түсі қандай болуы мүмкін? Қорапта мінекей 8 текше жатыр. Біз екеуін аламыз, оның екеуі де көк болып шығуы мүмкін. Тағы екеуін аламыз, оның екеуі де жасыл болып шығуы мүмкін. Үшінші рет алған кезде оның біреуі көк не жасыл болуы ықтимал. Бірінші сұрақтың жауабы осылай болады. Енді екінші сұраққа жауап берейік. Алынған текшелердің арасында жоқ дегенде бір жасыл текше болу үшін неше текше алу керек? Егер 2-2-ден алынсақ, оның екеуін азайтамыз, екеуі де көк болып шығады. Екеуін азайтамыз, екеуі де көк болып шығады. Үшінші рет алған кезде оның біреуі жасыл болып шығады екен. Яғни кемінде 3 текше алуы мүмкін. Бізде бірінші рет алған кезде біреу жасыл не біреу көк болып шығуы мүмкін, бірақ біз алдымен жасылды алу үшін мына көктердің санын құрту керек. Сол үшін ықтималдылығын есептеп аламыз. Ал егер бір-бірден алатын болсақ, бірінші рет аламыз, ол көк шар болуы мүмкін, екінші рет аламыз, тағы көк текше, үшінші рет аламыз, ол да көк түсті, төртінші рет, ол да көк түсті, бесінші рет алған кезде ол жасыл текше шығады екен. Тапсырма орындалды. Келесі. Елді мекендердің бірінен 2 автобус жолға шықты. Бірінші автобус 65 км бөлінген сағат жылдамдықпен қозғалды, ал екінші жылдамырақ қозғалып, 2 сағаттан кейін бірінші автобустан 40 км-ге озып кетеді. Екінші автобустың жылдамдығын тап дейді. Бізде мұнда сызба берілген, есептің шартын жазып аламыз. Алдымен В қашықтау жылдамдығын анықтаймыз. Ол үшін арақашықтықты уақытқа бөлеміз. 40-ты 2-ге бөлсек 20 км бөлінген сағат. Ал
автобустың жылдамдығын анықтаймыз. Ол үшін тапқан жылдамдыққа V1 65 км сағат жылдамдықты қосамыз. Сонда 85 км бөлінген сағат шығады екен. Тапсырма орындалды. Балалар барлық 9 есепті талдап шығардық. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.